by my attitude that I most definitely from. Сәлем көрермен, менің Нью-Йорктан, Америкадан влогыма қош келдің. Жалпы бүгін күнімізді біз осы өзіміздің жұмыс істеп жатқан, тұрып жатқан қаламыздан бастадық. Бүгін осы қалада соңғы күн болғандықтан барлық заттарды магазиндерден сатып алып, солай жолға дайындалдық. Саған мына жақта жаңғақтар, мына жақта шеке, тәттілер, күштер, мында шайлар. Біздер қазір үйге шайлар алмақшымыз. Прям приятно смотреть, әр нелер тұрады. Просто салып аласың, тут очень много. Солай таңғы 4-те оянып, біз өзіміздің рейсімізға, аэропортқа шықтық. Біздің заттан тапсырып жатыр, менікі уже кетті. Бай-бай! Күшті киінмаған, біз еще бізде первый класс, типа необычный билет, а чуть-чуть жоғары. Біз очередсіз кірдік, солай, короче. Бухари вайп. Вот такими вот. Бізге еще любят әте сэндвич істеп алыңдар деп, Жібек таңертең тұрып, маған да өзіне де сэндвич істеді, рахмет. Прям. Вот это зал ожидания. Біздер самолетке бара жатырмыз. Бай-бай, Миннеаполис. Біз осы қалада 3 айымызды өткіздік. Традиция показывает, что нам дают. Мен apple juice алдым, йогурт, фрукты и вафли. А еще здесь на нәрсе былай салынып, ішке салынады, типа. Кстати, я вам не показала наш борт. Андай first class, а так. Солай біраз ұйықтап алып, өзіміздің Нью-Йоркқа жеттік! Вот біздің екеуміздің ғана багаж. Өтетін жерімізге келдік. Сейчас я вам покажу нашу комнату. Вот такая вот у нас мини-комната. Короче, мен осы чехолды Қазақстанда сатып алғанмын, чтобы Америкада қыдырғанды тағам деп. Вот и настал тот момент, когда я могу осы чехолды киюге. Все, біздер дайындалып қойдым, чтобы сәнденіп шықтық. Біз солай Макдональдске келдік. Солай ары-қарай қыдырып жүрдік. Сосын осындай зданияны түсіріп алдым. Солай жоғал осы зданияның ішіне кіріп кеттік біз ғой. Короче, біз автобус іздеп жүріп, осындай жерге кіріп кеттік. Здесь, оказывается, біз таныс жерімізді здесь снимали. Осы BTS-тің On деген перформансы. A lot of people. Oh, wow. Расымен адам өте көп және бәрі әртүрлі. Манхэттен. Былай мост арқылы біз Бруклинге барамыз. Анау болса Бруклинский мост. Солай Нью-Йорктың ең сұлу жерлерінде фотоға, видеоға түстік, және оны менің инстаграмымнан көре аласыңдар. Постты да, рилсты да, историяны бәрінде салдым. Тезірек менің инстаграмыма кіріп, соған тіркел. Зайтер дегенде душный, ып-ыстық. Метродан шықтық. И мы оказались в Таймс-сквере. Жері. Тут мерч BTS. Вау!
ойыншық. Вау, $20 кішкентай штучка. Байларға арналған. Бірақ біз сатып аламыз. Я сейчас на милый, на очень милый, cute. Что-то можно написать сюда? Десален. Ару Асанхан. Подписывайтесь на мой YouTube канал, окей? Бұл шоп кей-попқа байланысты бар болғандықтан әндері де корейский және Blackpinkқа билеп алды. Я хочу Sephora круги, вот, потому что там есть косметика Селены Гомес, а это Швейк, ее подруга. Офигенный лип-лайнер by Selena Gomez. Он алайын деп жатыр, мен штук вообще маған қатты ұнады. Надеюсь, маған всегда жарасатын болады на оттеноктар. Покупаем маме парфюм, прям Dior. Білесіңдер ма, мынаның бәрін иіскеп шықтым, чтобы мамам довольно болсын деп, вот мынаның бәрін иіскеп шықтым. И в итоге Нана еще посоветовала Жібек. Вот. Қыздармен жүруге келдік. Такой ресторанчик. Жүгіруге болады еді. Вау! Солай Нью-Йорктан сұлу жерлеріне тоймай тағы да Таймс-скверда бір серуендеп шықты. Солай шаршау болып, қазір хостелға қайтамыз. Сонымен көрумен менің Нью-Йорктан влогтың бірінші бөлімін көргендеріңізге үлкен рахмет. Сіздермен болғанмен Ару Асанхан, Инстаграмма, Ютубыма бар жерге подписываться етіңіздер. Сіздермен болғанмен Ару Асанхан, сау болыңыздар!